Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге мантоваркада, яғни ыстық буда піскен кекстердің рецептімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріп, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарымызды және мөлшерлемелерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыңғайлы ыдысымызға жұмыртқамызды, қант, шымшым тұз, керек мөлшерде қопсытқыш салып, вилканы немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Менде үйдің жұмыртқасы болған соң сап-сары болып тұр. Електен өткізілген ұнымызды салып араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майды қостық. Және де бұл кекстің ерекшелігі құрамына кіретін сүттің дәмдеуіші, яғни сүтіміз бізде қарақат пен қызыл реңді. Немесе банановый түрін пайдалансаңыздар, кекстерін сап-сары болып шығады. Мінекей сүтімізді қосып, жақсылап араластырдым. Осындай біркелкі қоймалжы масса пайда болды. Ендігі осы қоймалжы массамызды керек ыдыстарымызға салып шығамыз. Силиконовый болсын, фольгадан жасалған формалар болсын, қалауыңыз бойынша осылай ыдыстарымызға орналастырамыз. Ендігі қайнап тұрған суымызға ыңғайымызға қарай мантоварканың жапырағын орналастырамыз. Астына кесе қойсаңыз болады, немесе видеодағыдай төңкеріп қойсаңыздар болады. Барлық кекстарымызды ішіне орнатамыз. Орналастырып алып, қақпағын жауып қоямыз. Шамамен баяу отта 20 минуттай піседі. Басында қайнағанша 5 минуттай тұрып, артынан баяулатасыздар. Мінекей 20 минут уақыт өткеннен кейін формаларымыздан оңай алынады. Барлығын алып, керек ыдысымызға орналастырамыз. Мінекей бүгін сіздерге буда пысқан кекстің рецептімен және жасалу жолымен бөлістім. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығымызға ас болсын. Сіздермен болған Айман. Келесі кездескенше сау болыңыздар.